The rich Бай ханым жаңа ғана оянды. Кенеттен күйеуі 18 жасар ұлын үйіне алып келді. Өгей ұлы бар күйеуі әйеліне оның ұлы екенін мақтанышпен таныстырды. Ұлы оны көріп, анасына қоңырау шалудан тартынбады. Джинхайдың ашуланғаны сонша, ол тамақ ішуді қойып кетіп қалды. Джинхай ауқатты отбасынан шыққан жеңгесі болған, бірақ қайын атасы қыздарынан гөрі ұлдарын артық көретін. Оның 3 немересі болғанына қарамастан, ол әлі де ұлы бар адамға мұра қалдырды. Чон Хидің күйеуі некесіз ұлын дереу үйіне алып келді. Чон Хи күйеуінің қайғы қасіретін білді. Бірақ оның жүзінде ашу ыза көрінбеді. Ол виллаға қайтып келгенде, баласына дайындалған бөлмеге кіріп, әр затты қарап шықты. Бәлкім, Чон Хиде балалы болғысы келген шығар, бірақ өкінішке орай Құдай бұған жол бермеді. Оның бұл күйін көрген күйеуі оған ренжігенде кейіп танытып, жылап жіберді. Чон Хи мына жаман күйеуіне қарап, көп сөйлегісі келмей кетіп қалды. Осы жалған, жоғары сыныптағы тұлғаның кесірінен Чон Хи қатты жиіркенеді. Бұл студент жай ғана сабырмен оқығысы келеді. Бірақ оның кедей ортасы әрқашан бай сыныптастарының мазағына айналады. Бірақ бұл достар оны базардағы балық сатушының баласы болғандықтан ғана қорқыту нысаны ретінде пайдаланады. Анасы күндіз-түні тынымсыз еңбек ететіндіктен тәкаппар бай адамдарға шыдауға тырысады. Бірақ олар оның анасы мен әпкесіне тіл тигізіп, оны қатты ашуландырады. Сондықтан ол орнынан тұрып, бай досын ұрады. Өкінішке орай, ол досының қолын сындырады. Ду Хи базарда полиция шақырған кезде балық сатады. Ол үрейленіп, ұлын табу үшін дүкеннен шығып кетеді. Ол полиция бөлімшесіне жүгіріп бара жатқанда, Чон Хи кездейсоқ До Хиді қағып кетті. Чон Хи бастапқыда жақсы ниетте болған және оны тексеру үшін До Хиді ауруханаға апарғысы келген. Бірақ До Хи ауруханаға барудың орнына Джун Хиден оны ұлының мектебіне апаруын өтінді. Мектепке кірген кезде До Хи мұғалімнің ұлын кешірім сұрағанын көрді. Ұлын мектептен шығармау үшін До Хи әлі де басын иіп, мұғалімдер мен полициядан ұлын кешіруін өтінді. Ол далаға шыққанда, ұлы анасының алдында өзін өте кінәлі сезінді. Ол шынымен де ештеңе болмағандай кейіп танытып, ұлына егер ол жақсы болса, бәрін жасайтынын айтты ма? Содан кейін ол жұмысын жалғастыру үшін қайта оралды. Ол бәрі ойдағыдай өтті деп ойлады. Бірақ күтпеген жерден оның байдосының отбасы оны назардан тыс қалдырмағаны белгілі болды. Байдосының анасы До Хиді әңгімеге шақырды. Байдосының анасы До Хиді ұлының қолын сындыруға батылы барғаны үшін өтемақы төлеуге мәжбүр етті. Ол өзін баймын деп ойлады. Сондықтан ол Хи мен ұлына тіл тигізуді жалғастырды. Бірақ До Хи шыдап, ұлы үшін кешірім сұрады. Алайда, бай досының анасы До Хидің ұлына тіл тигізе бастады және оның болашақта тек қарақшы болатынын айтты. Мұны естіген До Хи бұдан былай шыдай алмай, тез орнынан тұрып, бай баланың қасына барды. Мен До Хи бұл баланы шапалақпен ұрады деп ойладым. Бірақ күтпеген жерден ол тізерлеп отырды. До Хи ұлы үшін шыдауға келісті, бірақ олар білмеді. Бай ұлы тіпті аяқталмаған кесе суды алып, До Хидің басына құйып, оның қолы сынғанын және оны ұстай алмайтынын айтты. Ол соншалықты дөрекі әрекет еткеніне қарамастан, ол әлі де бай адамнан ұлын кешіруін өтінді. Бай анасы есікке жеткенде, До Хи әлі де қайыр сұрау үшін сол әйелдің артынан жүгірді. Бірақ кездейсоқ қасында отырған бай әйелді кездестірді. Бай ана Чон Хиді көргенде қатты қорқып кетті. Сондықтан ол бәрімен тез қоштасып, бірден кетіп қалды. До Хи мұны көріп, Джун Хиге қуана алғысын білдірді. Джун Хиның бай екенін білген До Хи, Джун Хиның мұндай ықпалды адам болады деп күтпеген. Джун Хи До Хидің жауға тізе бүктіруге дайын екенін көргенде қатты ұялды. До Хи ұлының қауіпсіздігі үшін өзінің қадір-қасиетін немесе өмірін құрбан етуге дайын екенін айтып, қатты қиналды. Джун Хи бұған әлі де шыдай алмады және До Хиге егер ол кек алғысы келсе, Джун Хи көмектесе алатынын айтты. Чон Хи бай адамдарды өте жақсы түсінетін, өйткені ол магнат болған. Чон Хи До Хиді анасы мен баласы үшін кешіру оңай болмайды деп ойлады. Бірақ До Хи ешкім соншалықты жаман емес деп ойлады. Осыдан кейін До Хи кетіп, Чон Хи бастаған кек алу тобына қосылудан бас тартты. Чон Хи мен бір дастархан басында отырған Ми Суктың бұл туралы Чон Хиге тез еске салғанын көргенде, Ми Сук басқалармен онша қатал сөйлеспеу керек деп ойлады. Ми Сук жұмсақ әрі сыпайы әйел. Чон Хи екеуі бір байшарада кездесті. Ми Сук президенттікке үміткер министрдің әйелі. Олар алғаш кездескен сәттен бастап, Чон Хи Ми Суктың қолындағы көгерген жерді байқады. Ол жуынатын бөлмеге бара жатқанда, Чон Хи кездейсоқ Ми Сук пен оның күйеуін көрді. Алғашында күйеуі бірдеңені алу үшін қолын көтерді. Бірақ Ми Сук үрейленіп, одан жалтарып кетті. Бұл көгерудің тұрмыстық зорлық-зомбылықтың салдары болғанын дәлелдейді. Бірақ көпшіліктің алдында Ми Суктың күйеуі әлі де үлгілі күйеу және жақсы әке сияқты әрекет етті. Бұл Чон Хиді қатты ренжітті. Іс-шарадан кейін Чон Хи Ми Суктан күйеуі оны ұрып-соғып жатыр ма деп тікелей сұрады. Кенеттен біреу келіп, Ми Суктың күтпеген жерден оны жоққа шығаруына не себеп болғанын сұрады. Чон Хи Ми Сукпен сөйлескенде кек алу тақырыбын қозғаудан тартынбады. Бірақ бәріне қарамастан, бұл адам Ми Суктың күйеуі болды. Сондықтан ол сыпайы түрде бас тартты және ештеңе болмағандай әрекет етті. Бірақ көп ұзамай Ми Суктың күйеуі қайтадан мас болды. Ол мас болған кезде, ол Ми Сукты бақытсыз деп санай бастады және оны үнемі аяусыз ұрып соғатын. Бүкіл халыққа үлгі болып көрінген отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылық болды. Ең үлкен қызы үйге келіп, әкесінің анасын ұрып соғып жатқанын көргеннен кейін, оның бұл қалыпты жағдай сияқты әрекет етіп, кетіп қалғаны одан да ауыр болды. Ол сондай ақ анасын тым әлсіз деп ойлады.
бұл қайғылы оқиғаға себеп болды. Балалары да, күйеуі де оған менсінбей қарағандықтан, Мейсук оның өмірі құлдырап бара жатқанын сезді. Күйеуі ашуланғаннан кейін үйді тазалап жатқанда, Мейсук еденде сынған отбасылық суретін көтеріп, көзіне жас алды. Егер ол осылай жалғастыра берсе, ол барлық балаларынан айырылатынын сезді. Сондықтан ол кек алу тобына қосылуға бел байлағанын білдіру үшін Джон Хиге қоңырау шалды. До Хиге келетін болсақ, Джон Хи ескерткендей, ұлы мектепке барғанда, ол бай адамдардың әпкесіне зиян тигізуді жоспарлап отырғанын естіген. Ол ашуланып, түсініктеме сұрау үшін олардың артынан қуды. Бірақ күтпеген жерден бай адамдар оны нокаутқа жіберіп, қашып кетті. Ұлының ауруханаға түскенін естіген До Хи қатты үрейленді. Доханың баласы әлі аурухана төсегінде жатқан еді. Бірақ бай анасы телефон соғып, қорқыта бастады. Ол Доха мен ұлын ешқашан жалғыз қалдырмайтынын айтты. До Хи ашуланып, енді заңға сенбеді. Бірақ карма заңын түсінгісі келді. До Хи ауруханаға бара жатқанда Мейсукпен кездесті. Сондықтан Мейсук арқылы До Хи Джон Хенің байланыс ақпаратын алды. До Хи Джон Хенің кек алу клубына қосылуға шешім қабылдады. 3 әлеуметтік мәртебесі, 3 жағдайы және 3 түрлі реніші бар. 3 әйел жаңбырлы күні әділетсіздікпен күресу үшін бас қосты. Джон Хи жоғарғы таптың өкілі, Мейсук орта таптың өкілі, ал До Хи ең кедей таптың өкілі. Оларды біріктіретін жалғыз нәрсе, олар кек клубын құрды. Олар отырып, бір-бірін таныстырғаннан кейін, олар Джон Хидің небәрі 36 жаста екенін, ал Мейсук 42 жаста, ал До Хи 45 жаста екенін білді. Мұны көрген До Хи де Джон Хи сияқты жас, сымбатты, дәулетті адам, мен Мейсук сияқты жұмсақ адамның неліктен кек алуға бел буғаны туралы өте қызық болды. Олардың күйеулерінің бір-бірімен қарым-қатынасы болуы мүмкін бе, әлде оларға қиянат жасауы мүмкін бе? Бұл туралы айтқанда Джон Хи мен Мейсуктың жүздері сәл мұңайып кетті. Шындық мынада, Джон Хиның күйеуі бір-бірімен қарым-қатынаста болған және балалы болған, ал Мейсук күйеуінің зорлық-зомбылығына ұшыраған. Мұны білген До қатты таңғалды. Кек клубының басты мақсатына қайта оралсақ, Джон Хи қалтасынан 20 миллион вон алып, оны бай анасына өтемақы ретінде алуды айтып, До Хиге берді. До Хи қарапайым балық сатушы болса да, ол өте қарапайым адам болған. До Хи Джон Хиның ақшасын алудан бас тартып, оның қайыршы емес екенін және олардың үш бейтаныс адам екенін айтты. До Хи әлемде оған осыншама көп ақша бергісі келетін біреу болатынына сенбеді. Бірақ Джон Хиде ақшадан басқа ештеңе жоқ еді. Ол үшін 20 миллион кішкентай ғана нәрсе болды. Көбірек сенімге ие болу үшін Джон Хи өз тарихын айтып берді. Оны тыңдағаннан кейін До Хи жанашырлық танытып, Джон Хи күйеуін пышақтап тастағысы келетінін айтты. Джон Хи шынымен кек алғысы келгенімен, ол ешкімді өлтіргісі келмеді. Мейсук бұл мәлімдемемен келіскен. Олардың тобы кек алу үшін жұмыс істеді. Бірақ заңды бұзбау керек еді. Кек алу әрқашан бір-бірін өлтіруді білдірмейді. Оның айтуынша, егер олар ештеңе жасамаса, ажырасуға болады. Бірақ Джон Хиның үйленуі Кореяның ең жақсы екі отбасының арасындағы байланыс болып табылады. Сондықтан ажырасу мүмкін емес. Мұны естіген До Хи де Джон Хиның кесірінен өзін дәрменсіз сезінді. До Хи бірінші күні топқа қосылмағаны дұрыс екенін білді. Бірақ оның ойлары қозғала салысымен олар ақшаны қайтару үшін есікке жеткенде, олар ашулы ағаймен кездесті. Бұл кісі кофехана қызметкерін қорлаған. Ол ыстық кофеге тапсырыс берді. Бірақ сыртқа шыққанда, ол мұздатылған кофе сұрады. Мұны көрген ол қарсы тұра алмай, бір шелек лас суды алып, Джон Хи мен Мейсукты осы адаммен жұмыс істеуге шақырды. Сөйтіп, үш әйел бірге бір шелек лас суды сол кісінің үстіне төгіп жіберді. Олардың артынан қуу үшін жүгіріп шыққанда, ол тайып құлап, жерге құлап түсті. Бұл да кек алу тобының бірінші миссиясы болды. Осы оқиғаға байланысты До Хи енді топтан кеткісі келмеді. До Хи Джон Хи мен Мейсукты сөйлесу үшін дүкеніне апарды. До Хи сатуды аяқтағанша күткеннен кейін, Мейсук До Хидің ұлына қалай қарау керектігі туралы мәселе әлі де заңмен шешілуі керек деп ойлады. Бірақ До Хи ұлының қиындыққа тап болып қалуынан қорықты. Сондықтан ол екінші тараппен татуласуға келісуге мәжбүр болды. Мұны естіген соң, жайбарақат отырып, кофе ішіп отырған Джон Хи бірден көмекке келді. Бір ғана телефон қоңырауы арқылы Джон Хи ең жақсы заңгерден осы іс бойынша кеңес алуын өтінді. Кеше ғана бұл әйел ауылдағы қарапайым балық сатушы еді. Бірақ бір түнде ол стильді ханымға айналды. До Хи қымбат көйлек киіп, әдепті болып, бай анасымен кездесу үшін дүкенге кірді. Сондықтан бай ана оның көзіне сенбеді. Джон Хидің адвокатымен кеңескеннен кейін және Джон Хи мен Мейсуктың макияж жасаудағы көмегінің арқасында До Хи бай ананы сұрауға сенімді түрде барғаны белгілі болды. До Хи бұл әйелден өтемақы алу үшін ұлының мүгедектік туралы куәлігін көрсетуді талап етті. Бірақ бай анасында ол жоқ, өйткені ұлының қолы сынбаған. Әңгімелесушілердің абдырап қалғанын көріп, оларды алдын ала жаттап алған сұрақтармен толтыра бастады. Бұл бай ананың кекештеніп, дірілдеуіне себеп болды. Бірақ күннің соңында бай аналардың ақшасы мен күші әлі де болды. Сондықтан До Хи көп ұзамай қолайсыз жағдайға тап болды. Жағдайдың жақсы емес екенін көрген Мейсук дереу Джон Хиден көмек сұрады. Джон Хиның келуі бай ананы бірден шошытты. Сонымен қатар Джон Хи де До Хидің оның жақын әпкесі екенін айтты. Бұл бай ананы одан сайын қорқытты. Бұл әйел бірден өтемақы мөлшерін 20 миллионнан 5 миллион вонға дейін азайтты. До Хи үшін бұл көрсеткіш қолайлы болды. Сондықтан До Хи үшін
кек алу мәселесі шешілді. Сондықтан олар мерекені тойлау үшін дүкенде шампан ішкен. Бірақ аздап зерігуді сезінген До Хи кенеттен бір ойға келді. До Хи Чон Хе мен Ми Сукты үйіне алып кетті. Бұл Чон Хе сияқты сән салтанатпен өмір сүруге дағдыланған адамның мұндай жерге бірінші рет келуі еді. Үй кішкентай болса да, өте ұқыпты және жайлы болды. До Хи мен Ми Со тез тамақ дайындауға кірісті. Ал Чон Хе жай ғана жан-жағына қарап, кедейлер тұратын жерді аралады. Ол сондай ақ До Хидің киімін киюден тартынбады. Бірақ ол өте шектен шыққан. Мұнда олар бір-біріне жақындай түсті. Шынымен де, егер ол жалғыз тұратын болса, бәрі өздігінен өтеді деп ойлады. Бірақ ол ақша әлі де адамдарды қуып жіберетін нәрсе болады деп күткен жоқ. Ол қолынан келгеннің бәрін жасады. Өйткені ол балаларының азап шеккенін қаламады. Ми Сук мұны естіп, бірден кез келген адам ата-ана бола алатынын, бірақ бәрі бірде жақсы ата-ана бола алмайтынын айтты. Ана болу дегеннің не екенін естіген Чон Хе аздап мұңайып қалды. Олардың барлығының өз балалары болды, бірақ оның балалары болмады. Сондықтан ол қайғысын ұмыту үшін ұйықтап қалды. Сонда ғана До Чон Хидің балалары жоқ екенін біліп, жүрегі сыздап кетті. Сондықтан До Хи әңгіме тақырыбын бірден өзгертті. Чон Хи ұйықтап жатқанда, До Хи Ми Сукты бірінші күні үйіне жіберді. Күтпеген жерден үйде бірдеңе болды. Олар кете салысымен Чон Хи оянып, жуынатын бөлмеге кетті. Осы кезде До Хидің ұлы да мектептен үйіне қайтты. Ол өзінің жаңа жақын ағасын қонаққа алып келді. Өйткені дәл осы ағасы есінен танып қалған кезде жедел жәрдем шақырған. Бірақ бала бұл ағасының Чон Хенің күйеуінің өгей баласы екенін білмеді. Су Чон үйге кіре салысымен жуынатын бөлмеде біреудің дәретхана қағазын сұрағанын естіді. Бұл оның өгей шешесі болады деп ойлаған жоқ. Оның үстіне, оның мас болғаны соншалық. Ол есікті ашып, шалбарын шешпей ақ қоңырау шалды. Су Джим үй қатты ұялғанымен, ол Чон Хиге бір қорап дәретхана қағазын беріп, қашып кетті. Бірақ дәл осы мүмкіндіктің арқасында Су Джим өгей шешесінің әкесін оның кесірінен жек көретінін білді. Су Джим тез арада қашып кетті. Бұл мәселені шешуді ұлы До Хиге қалдырды. Бақытымызға орай, Сон До Хи мейірімді және нәзік адам. Сондықтан Чон Хидің мас күйінде жылап жатқанын көргеніне қарамастан, ол әлі де шыдамдылықпен тыңдады. До Хи қайтып келгенде, ол ұлының Чон Хиді тоқтатып, шу шығармау үшін бар күшін салу керек екенін көрді. Ол бай ханым мас болған кезде соншалықты сүйкімді болады деп күтпеген. Чон Хи бала сияқты әрекет етеді және До Хиден оған түнеуге рұқсат беруін өтінді. Өйткені күйеуі бүгін іссапарда болды. Сондықтан ол күйеуінің өгей ұлын көру үшін үйіне қайтқысы келмеді. Бірақ бұл өгей бала туралы көп уайымдаудың қажеті жоқ еді. Су Джим үйге келгеннен кейін өзін үлкен үйде еркін адам ретінде сезінді. Ол жерде көңілді бірдеңе бар жоғын білу үшін байлардың барлық қызықтарын сынап көрді. Бірақ қолынан келгеннің бәрін жасағанына қарамастан, ол әлі де бұл үйде тым жалғыз болды. Өзінің қызығушылығын баса алмай, Су Джим өгей шешесінің бөлмесіне кіріп кетті. Ол сондай ақ Чон Хидің оны көрген кездегі реакциясына қатты түсіністікпен қарады. Су Джим үйге кіргенде қуыршақтың сынғанын байқады. Ол бірінші рет келгенде өгей шешесінің бұл қуыршаққа кәдесі сияқты көп көңіл бөлетінін көрді. Ол музыканы қойды. Бұл оған босаңсу сезімін берді. Келесі күні таңертең Чон Хе оянғанда ол есін жоғалтқандай болды. Ол кеше түнде ұялғанын ұмытып кетті немесе ұмытуға тырысты. Сон До Хи де үлкен түсіністік танытты. Ол тіпті Чон Хиге теңіз өнімдерінен жасалған дәмді кеспе дайындады. Бұл Чон Хи өмірінде бірінші рет кеспе жеді. Байлармен болған тәжірибе де ерекше болды. Тамақтанып болған соң Чон Хи кетуге мәжбүр болды. Ол сондай-ақ До Хидің ұлына қалта ақшасы ретінде 3 чек берді. Алайда олардың номиналды құны 3 миллион вонға дейін жетті. Чон Хи үйге оралып, Су Джонмен кездескенде екеуі де өте ыңғайсыз болды. Өйткені күйеуінің өгей шешесі мен өгей баласы бір-біріне деген сезімдерін сезіне алмады. Ал екеуі тіпті анасы мен ұлына ұқсамайтын. Бірақ Су Джим оған тамақ әзірлегісі келгенде, Чон Хе жаңа ғана сатып алған кеспе пакеттеріне қызығушылық танытты. Осылайша Чон Хи өмірінде екінші рет кеспе жеді. Осы кезде Су Джим де Чон Хиді ұнатпайтынын білетінін айтты. Чон Хи оның Су Джимді жек көрмейтінін, оның қасында болғанын ұнатпайтынын айтты. Оның дүниеге келуіне оның кінәсі жоқ. Бірақ Со Джим Чон Хемен мәміле жасағысы келетінін айтқан кезде, оның кеспе жеуі кенеттен тоқтап қалды. Оның кек алғысы келгені одан да таң қалдырды. Су Чон әкесінен кек алғысы келді. Оны Чон Хе де қатты жек көрді. Бұл Чон Хеді қатты таңғалдырды. Ұлының соңына дейін кек алғысы келетіні үшін ата-анасы қаншалықты жаман болуы керек. Чон Хе үзілді кесілді бас тартса да, Су Чон әлі де бас тартпады. Ол ата-анасы оны дүниеге әкелді деп ойлады. Және қазір оның өмірін өз қалауынша реттеп жатыр. Бұл қабылданбайды. Демек, ол өзінің биологиялық әкесіне опасыздық жасап, одан мүлде бас тартқан ұл болады. Алайда Чон Хе өзін жай ғана баламын және үлкендердің ісіне араласа алмаймын деп сенді. Чон Хе бұл туралы До Хи мен Ми Сукке кеңес сұрау үшін айтты. Ми Сук бірден қарсылық білдірді. Өйткені ол Су Джимнің жағдайының тым аянышты екенін көріп, одан әрі ренжіткісі келмеді. До Хи де Су Джимнің бізге қосылуына келіспеді. Өйткені ол Чон Хенің күйеуінің ұлы болды. Кім біледі, мүмкін бір күні ол күтпеген жерден 3 адамның арқасынан пышақ сұғатын шығар. Екі адамның бұл сөздері Чон Хеді де екі ойлы қылды. Сол кезде Су Джим мектепте оқып жүргенде До Хидің ұлын бай адамдар қорлап жатқанын көрді. Су Джим ойланбастан еден жууға арналған шелек суды дәл осы тәкаппар бай оқушының басына төгіп жіберді. Осы оқиғадан кейін До Хидің ұлы Су Джимді іздеп, оған алғыс айту үшін барды. Ол басқа адамның кейбір ұқсастықтары бар екенін сезіп,
екі ағайынды тез арада бір-біріне жақындай түсті. Осы вақытта Дохадағы балық дүкенінің қызметкері Чжон Хе де Су Джимнің өз тобына қосылуына жол бермеуге шешім қабылдады. Күтпеген жерден оның қасында Су Джим пайда болды. Доханың ұлы Су Джимді кеспе жеуге шақырғысы келді, сондықтан оны үйіне әкелді. Күтпеген жерден өгей шешесі мен өгей баласы кездескен көрініс пайда болды. Чжон Хе Су Джимді көргенде ыңғайсызданып қалды. Сондықтан ол бірден орнынан тұрып кетіп қалды. Су Джим үйге келіп, өгей шешесінің ештеңе жемейтінін білгенде, ол бірден екі тостаған теңіз кеспесін дайындап, Чжон Хеді өзімен бірге кешкі асқа шақыру үшін әкелді. Кеспе өте дәмді болды, бірақ Чжон Хе бәрібір Су Джимнің ұсынысын салқын түрде қабылдамады. Оның үстіне, Чжон Хе бір күн бұрын оның бөлмесінде кішкене тәртіпсіздік болғанын көргендіктен, ол оған күдіктене бастады. Күтпеген жерден Су Джим түнде Джунг Хенің бөлмесіне жасырын кіріп кетті. Шын мәнінде Су Джим Джунг Хеге ұнайтын қуыршақты тастап кеткісі келді. Бірақ күтпеген жерден Джунг Хе оны ұстап алды. Көптен бері күдіктеніп жүргендіктен, ол Су Джимге оның мәртебесін білмегені үшін ұрысып, оны бөлмеден шығарып жіберді. Сонда ғана Чжон Хе сынған қуыршақтың орнына ұқыпты бекітілгенін байқады. Оның қолынан қан кете бастағанша, оны жөндеген Су Джим болды. Өгей шешесінің жаңа ғана естіген сөздері Су Джимді осы отбасында адасып кеткендей сезінді. Ол келесі күні таңертең оянғанда Су Джим еш жерде көрінбеді. Бұл Джун Хедің дөрекі болғаны үшін өзін кінәлі сезінуіне себеп болды. Сол кезде ол До Хеден қоңырау туралы хабарлама алды. Кеше түнде До Хе қызы орта мектепте мұғалім болып қабылданған кезде қатты қуанды. Сол күні таңертең До Хедің екі баласы қуанышпен мектепке барды. Бірақ олар жұмысқа орналасу үшін мектепке келе салысымен қызы нәпсі құмар директормен бетпе-бет келді. Әріптестерімен кеш өткізіп жатқанда, ол оның жамбасын ұрып соғудан тартынбады. Бұл Доханың қызының көзіне жас алып, қорқып, үйіне жүгіріп кетуіне себеп болды. Бұл Доханы қатты ашуландырды. Ол бұл директорды өлтіре алмағанына өкінді. Бірақ бұл қоғамда қызы қарсылық көрсетсе, оның енді жұмысы болмайды. Сондықтан До Хе Чжон Хе мен Ми Суға барды. Бұл оқиғаны естіген кек алушылар тобы да қатты наразы болды. Бұл мәселені заң арқылы шешу мүмкін емес. Сондықтан Чжон Хе бірнеше жоспар ойлап тапты. Бірақ соңында бұл әлі де мүмкін емес болып шықты. Бақытымызға орай, Ми Сук бүгін үйге келгенде, ол күйеуінен мектеп директорының жақын арада ата-анасымен тікелей сөйлесетінін білді. Бұл олардың кек алу мүмкіндігі болды. Келесі күні үшеуі көлікке отырып, шалғай ауылға жол тартты. Олар қуанышпен ән айтып жатқанда, үшеуі де көліктің алдыңғы бөлігін жауып тұрған шөп тиелген жүк көлігіне тап болды. Кенет жел пішенді ұшырып, көліктің терезесін жауып, Чжон Хе басқаруды жоғалтып алды. Бақытымызға орай, олардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ, бірақ көлікті алып кетті. Даланың ортасында бірде-бір жан көрінбеді. Үлкен әпкесі сияқты Сео До Хе Чжон Хе мен Ми Сукты оған сенуге көндірді. Өйткені ол оларға мінетін көлік тауып алады. Сео До Хе орнынан тұрып, оған мінуді сұрау үшін көптеген жыныстық позицияларды ұстанды, бірақ бұл тек қорқынышты және тартымсыз болып көрінді. Ақырында көлікті ұстаған адам әлі де әдемі Чжон Хе болды. Бірақ ол көлікті ашқанда, оның иесі оның басын айналдырды. Олардың үшеуі айырбасталатын көлікке ие болғысы келді. Олардың тілегі орындалады деп кім ойлаған? Үшеуі де жүк көлігінің артында қалып қойды. Үш апалы сіңлілі сапарға аттанғандай әсер қалдырды. Кенет қатты жаңбыр жауып, үшеуі де суланып қалды. Жүк көлігі оларды полиция бөлімшесіне апарды. Күтпеген жерден Чжон Хе күйеуінің заңсыз баласын құтқару үшін осында келді. Күтпеген жерден Су Джум өгей шешесінен оны алып кетуін сұрауға батылы барды. Су Джум шынымен аянышты болды. Бүгін оның атасы мен әжесінің туған күні болатын. Оның атасы мен әжесі қайтыс болғанымен, Су Джим бала кезінен атасы мен әжесінің тәрбиесінде болған. Сондықтан ол олардың қабірлеріне барып, оларға сенім артуға оралды. Күтпеген жерден ол жоспарлау бөлімінің қызметкерлерінің үйін өлшеуге келгенін көрді. Сонда ғана Су Джим өзінің биологиялық ата-анасының қолындағы пешка ғана екенін түсінді. Олар оны жақсы көретіндей кейіп танытып, үйіне алып кетті. Бірақ шын мәнінде олар бұл жерді ұрламақ болды. Су Джим есінен танып, жерді өлшеп жатқан бір топ адамды ұрып тастады. Полиция бөлімшесінде оның мойынсұнбағаны үшін биологиялық анасы оны тікелей кінәлап, жауапкершілігінен бас тартты. Содан кейін кетіп қалды. Су Джимнің өгей шешесінен көмек сұраудан басқа амалы қалмады. До Хе мен Ми Су да Чжон Хенің күйеуінің өгей ұлы Су Чжонды көргенде қатты таңғалды. Үшеуінің ақшасын қайтару үшін Су Чжон оларды атасы мен әжесінің үйіне кешкі асқа шақырды. Бұл жай ғана бақшадағы көкөністер еді, бірақ ол дәмді тағам жасай алатын. Бала мойынсұнғыш және жақсы аспаз болды. Ол үшін До Хе мен Ми Су оны қатты жақсы көретін. Тамақтанып болған соң, олар сөйлесуге отырғанда, Су Джим оларға бүгін не болғанын айтып берді. Ол өзінің биологиялық ата-анасының ақшаға соншалықты жаман болуы мүмкін екеніне сене алмады. Сондықтан ол олар үшін түкке тұрғысыз бала болуға мәжбүр болды. Су Чжон осы үш адамның әңгімесін бір күн бұрын естіген. Сондықтан олардың кек алу тобына қосылуға тура келді. Алайда бұл үш адам оны мақұлдамады. Қарапайым себеппен ол әлі ересек емес еді. Директордан кек алу жоспарына қайта оралсақ, бүгін ата-аналар жиналысы болатын. Мұғалімнің беделі төмен болғаны сонша, жиналысқа тек 10 ата-ана келгісі келді. Қонақтар әлі келмеген соң, кек алушылар тобы ішке кіріп, директордың су құйылған стаканына іс жүргізетін дәріні құйып жіберді. До Хе көп жақсылық жасады, бірақ жамандық жасауға дағдыланбағандықтан,
дәріні әр жерге шашып жіберді. Бақытымызға орай, Джон Хи директорды қашып кету үшін есік алдында тоқтатты. Бірақ олар ешқашан бір стақан суға дәрі салмаған. Миссияның сәтсіз аяқталғанын ескере отырып, До Хи онымен тікелей кездесуге шешім қабылдады. До Хи директордың бетінен ұрғысы келді. Бірақ қызының есік алдында қайыр сұрап жатқанын көрді. Қандай жағдай болмасын, анасының жүрегі оған ештеңе айтуға мүмкіндік бермеді. Және ол тек көз жасын жұта алды. Бірақ Ми-сук та әділ адам. До Хиді осы күйде көргенде, Ми-сук оны қорғау үшін, сөз сөйлеу үшін орнынан тұрды. Мен жыл бойы үй шаруасындағы әйелмін. Сондықтан Ми-сук қатал ештеңе айта алмады. Кенеттен директордың іші ауырып қалды. Сондықтан ол дәретханаға бару үшін кездесуді кейінге қалдырды. Бірақ шалбары орындыққа жабысып қалды. Бірнеше оққағар көмекке келді, бірақ олардың түймелерін аша алмады. Директордың орындықты ваннаға апарудан басқа амалы қалмады. Үшеуі не болып жатқанын түсінбей, бір-біріне абдырап қарады. Олар үшін мұны істеген адам Су Джун екені белгілі болды. Кеше түнде қайтар жолда ұйықтап жатқандай кейіп танытып, олардың жоспарын естіген. Сондықтан Су Джун желім сеуіп, есірткіні бір стақан суға салып қойды. Директор дәретханаға кіргенде тыныштала алмады. Ол сондай-ақ, егер ол өзін жақсы ұстамаса, бүгінгі оқиға желіде жарияланатыны туралы мәтіндік хабарлама алды. Осындай жетістікпен Су Джим ресми түрде кек алу тобына қабылданды. Топқа қабылданғаннан кейін Су Джим қатты толқыды. Бірақ қазіргі уақытта оның жоспары жоқ. Кек алуға әсер етпеу үшін Джон Хи де оған үйде болған кезде қашықтықты сақтауды бұйырды. Келесі күні таңертең Су Джимнің атасы немересін көру үшін күтпеген жерден оралды. Мұны көрген әкесі бірден Су Джимге атасының алдында өзін жақсы жағынан көрсетуін айтты. Өйткені оның атасына тек немересі ғана отбасын жалғастыруы керек еді. Жақсы және сыпайы бала болғандықтан Су Джон бастапқыда атасының ықыласына ие болды. Әкесі одан бас тартқан кезде, Су Джонның әкесі онымен сөйлесу үшін Су Джонның биологиялық анасымен кездесуге келісті. Мен бұл екеуінің жаман адамдар екенін білдім, бірақ мен оларды өз ұлымның мүддесін пайдаланатындай жаман деп ойламадым. Әкеге тек Су Джимнің атасы мен әжесінің жері қажет болды. Ал Су Джимнің биологиялық анасына бай өмір сүру үшін тек ақша қажет болды. Бұл Су Джимнің олардан одан да көп кек алғысы келді. Ол сондай-ақ Джон Хи неге әкесі сияқты жаман адамға үйленді деп ойлады. Джон Хи сияқты бай жас келіншектің бұдан да жақсы өмір сүруі мүмкін екені анық. Бірақ Джон Хиның таңдауы болмады. Өйткені Джон Хиның отбасында өз сөзі жоқ еді. Тіпті анасының туған күнінде де ол жай ғана қосымша болды. Джон Хи үлкен әпкесінің бәрін реттеп жатқанын ғана бақылай алды. Үлкен әпкесі де Джон Хиді ұнатпайтын. Сондықтан ол әрқашан Джон Хиді 18 жасар баласы бар деп мазақ ететін. Бұл көзқарас отбасы мүшесіне деген көзқарасқа мүлдем ұқсамайды. Себебі Джон Хи әкесінің некесіз баласы ғана болған. Ол бала кезінен үлкен әпкесінің өшпенділігіне төзуге мәжбүр болды. Тіпті анасының туған күніне де Джон Хи соңғы болып келді. Ол келгенде күйеуінің тойға өзінің некесіз баласын арсыздықпен алып келгенін көрді. Осы мүмкіндікті пайдаланып, үлкен әпкесі Джон Хи Су Джидің өгей шешесінің жағдайына қатты ұқсайтын жағдайын келемеждеуге тырысты. Енді Джон Хи өгей шешесінің сол кездегі сезімін түсінген шығар. Бұл сөздер Джон Хиның кешкі ас бойы басын төмен түсіруіне себеп болды. Су Джонның бірден өгей шешесін қорғауға тұрғанын көріп, ол бірден басын төмен түсірді. Ол анасының оған өте жақсы қарайтынын, өз баласынан еш айырмашылығы жоқ екенін айтты. Джон Хиның де оның дүниеге келуіне баланың кінәсі жоқ екенін айтқанын көріп, Джон Хи бұл сөздерді Су Джонға айтты, бірақ ол оларды өзіне де айтты. Бұл сөздер үстел басындағы екі әкенің де үнсіз қалуына себеп болды. Осы сөздерден кейін Джон Хи де бір орнынан кетті. Ол көлікке отырып, рөлге сүйеніп, Су Джимді жылап жатыр деп ойлады. Күтпеген жерден ол жақындаған кезде Джон Хидің салтанатты күлкісін көрді. Джон Хи үлкен әпкесімен алғаш рет дауласа алғанына қатты қуанды. Көптеген оқиғалардан кейін Джон Хи тобы стресстен арылу үшін бас қосты. Олар өз ойларын тазарту үшін бірге гүл шоқтарын жасау сабақтарына барды. Ми-сук өте шебер қыз еді. Сондықтан ол аз уақыттың ішінде әдемі гүл вазасын қоя алды. Ол жай ғана қолын тигізгенде гүл екіге бөлініп кетті. Бірақ Джон Хи әр жапырақшаны сығып жатқанда ол одан да жақсы көрінеді. Бұл ләззаттың күйзелісті жеңілдету үшін жеткіліксіз екенін түсінген Джон Хи До Хи мен Ми-сукты полигонға апарды. Ми-сук До Хи мен Джон Хиның абайсыздығынан шошып кетті. Ми-сук көзін жұмып, нысана оның жауы деп ойлады. Мылтық ату оның күйзелісін біраз жеңілдетті. Кетіп бара жатып, үшеуі лифтте екі күйеуін кездестірді. До Хи бірдеңенің дұрыс емес екенін көріп, басқа жолға түсті. Екі күйеуі Джон Хи мен Ми-сукты кездестіріп, тамақ ішуге кетті. Дастархан басында Джон Хи Ми-суктың күйеуі туралы сұрай берді. Ол сондай-ақ Ми-суктың күйеуін нысанаға алып, әйеліне қиянат жасаған ер адам туралы мысал келтірді. Ми-сук әшкереленуден қорықты, сондықтан ол ұрысу үшін Джон Хиді суырып алды. Ми-сук бәріне қарамастан ішіндегі адам баласының әкесі екенін айтты. Ми-сук Джон Хиның бұлай әрекет еткенін қаламады. Жанжалды болдырмау үшін олар До Хиге қарым-қатынастарын жақсарту үшін жүгінді. Алайда олардың тобында бір оқиға орын ала жаздады. Бір күн бұрын қайтып келе жатқанда Ми-сук қызының бай анасының ұлымен сөйлесіп жатқанын көрді. Ми-сук қатты уайымдап, қызынан бай досының Доханың ұлын қорлап жатқанын білесіз бе деп сұрады. Ми-суктың қызы сақтық шараларын қолданып қана қоймай,
Мен бұл достарымен араласып жүргенімді және Доханың ұлын да қорлағанымды тәкаппарлықпен айтты. Бұл Мисукты үнсіз қалдырды. Мисук қызына кеңес беру үшін оның артынан жүгірді. Бірақ анасына үнемі төмен қарайтын қызы музыканы қаттырақ қойып, бөлмеге қамалып қалды. Бүгін Дохидің ұлы көшенің арғы бетінде тұрғанда мотоцикл өтіп бара жатып, Су Джим мен Дохи есінен танып қалды. Ұлы құлап қалады. Мотоциклде теңселіп, қоқыс үйіндісіне құлады. Меск мотоцикл мінген адамның оның қызы екенін білгенде шошып кетті. Бұл Дохиді ұлын қорлаған адаммен ойнаудың да жақсы емес екеніне сендірді. Мисук қызының Дохи ойлағандай жаман емес екенін айтып, қызын қорғады. Алайда, әрбір ана өз баласын жақсы көреді. Сондықтан Дохи Мисукты бұл оқиғаны білгені үшін және оны әлі де алдап, өзін жақсы ұстағаны үшін айыптады. Содан кейін олар жанжалдасып, Джонхиді не істерін білмей абдырап қалды. Мұны көрген Мисук тез арада қызынан Дохи мен ұлынан кешірім сұрауын өтінді. Бірақ Мисуктың қызы қатты мұңайып, ешкіммен амандаспай кетіп қалды. Бұл Дохиді қатты толқытты. Кек алу тобы да тараудың алдында тұрды. Үйге қайтып бара жатқанда, ұлы Дохиді жұбатып, оны тыныштандырды. Өйткені ол бұл қыздың оны қорлағанын бұрын соңды көрмеген. Мисук қызын да жұбату үшін үйіне алып кетті. Бірақ күйеуі мас болып, Мисуктың оны ұрып соғу үшін үйге келуін күтті. Қызы әкесін көргенде басын ұстап, аянышпен айқайлады. Мүмкін, ол осындай отбасында өскендіктен оны солай еткен шығар. Кек алу тобын құтқару үшін Джонхи мен Су Джон Мисук пен Дохи арасында кездесу ұйымдастыруға шешім қабылдады. Үшеуі қайтадан сөйлесуге отырды. Дохи де сөйлеп, оның тым ашулы екенін айтты. Мисук баласын қалай тәрбиелеу керектігін білмеу қатесінде мойындады. Үшеуінің қарым-қатынасы қайтадан жақсы болды. Бұл Джонхиге жеңілдік әкелді. Өйткені ол үшін кек алу тобы оның жалғыз байланысы болды. Джонхи сонымен бірге оның әкесінің некесіз баласы екенін және анасының кім екенін білмейтінін және анасынан ешқандай сүйіспеншілік көрмегенін айтты. Тыңдаудан кейін Дохи мен Мисук Джонхині аянышты деп тапты. Олар көзілдіріктерін көтеріп, әрқашан бірге болуға ант берді. Келесі күні Джонхи, Дохи және Су Джон ауруханаға Мисукты көруге барды. Мисуктың қайын енесі деменциямен ауырып, ұзақ уақыт ауруханада жатты. Мисук оған өз анасындай қамқор болды. Су Джун есік алдында күзетіп тұрғанда, үшеуі отырып әңгімелесіп отырды. Осы кезде Мисуктың күйеуі кенеттен ауруханаға кіріп, кек алу тобының ашылуына себеп болды. Бақытымызға орай, Мисуктың күйеуі кіргенде, Джонхи мен Дохи көрші төсекке тығылды. Күйеуі кіре салысымен анасы ант беріп, оны қуып жіберді. Ол одан немересін әкелуін талап етті. Жүректі ауыртатын шындық ашылды. Мисуктың тағы бір ұлы болды, бірақ ол баяғыда қайтыс болды. Бұл жаңалықты естігенде, оның жанында отырған Дохи мен Джонхи қатты таңғалды. 3 адамнан тұратын топта ешкімнің тыныш өмірі болған жоқ. Сол түні Мисук асығыс ұлының бөлмесіне жүгіріп кіріп, күйеуінің ұлының барлық заттарын лақтырып жіберетінін көрді. Мисук жылап, күйеуінен тоқтауын өтінді. Өйткені бұл оның қайтыс болған баласын еске алатын жалғыз жер еді. Осы оқиғадан кейін Мисук кек алушылар тобын жинап, енді азап шеккісі келмейтінін шешті. Ол қалған баласын қорғау үшін бүлік шығаруға мәжбүр болды. Түнде Мисук ұлының бөлмесін құлыптап тастады. Ол күйеуіне енді бұл жерге келмейтінін айтты. Ол сондай ақ күйеуінің өзгеру керек екенін айтты. Мисук бұдан былай өзгеретіндіктен, ол енді күйеуінің азабына шыдамайды. Содан кейін Мик күйеуін ашуландырып, мақтанышпен кетіп қалды. Бірақ бұл жеткіліксіз болды. Кек алу тобы ұзақ мерзімді жоспарды талқылау үшін қайта жиналды. Мисуктың күйеуі ішкен сайын әйелін ұрып соғатын. Сондықтан бұл жаман әдеттен қалай арылуға болатыны мәселе болды. 3 адамнан тұратын топ Су Джунның ақыл-парасатына сүйенді. Бірақ бәріне қарамастан, ол жай ғана бала болғандықтан, комикстерді оқу арқылы барлығына кек алуды үйретті. Бірақ үшеуі де бала айтқандай комикстерді мойынсұнушылықпен оқыды. Біраз уақыттан кейін ғана Джонхи комикстерде жазылғандардың қолданылмайтынын түсінді. Сондықтан Джонхи оларға өз күштеріне сенуге кеңес берді. Сонда олардың күшті жақтары қандай болды? Ақшадан басқа Джонхиде басқа ештеңе қалмады. Мисуктың шыдамдылығынан басқа ештеңесі жоқ болса да, ол тек әтеш төбелесімен күресуді біледі ме? Бірақ олар бас тартқан жоқ. Көзді ашып жұмғанша Джонхи спорттық костюм киген қарт ханымға айналып, жәрмеңкеге аттанды. Оны қызықтырған көңілді және көшедегі тағамдарды елемей, олардың бүгінгі мақсаты Дохиге армрестлинг жарыстарына қатысуға мүмкіндік беру болды. Балықты союда 10 жылдық тәжірибесі бар Дохи барлығын таңғалдырды. Жәрмеңкенің атмосферасы көтеріңкі көңіл күймен көтерілді. Бұл ойын жай ғана қызық емес. Оның белгілі бір мақсаты болды. Өйткені бұл шара Мисуктың күйеуін қолдауға шақыру үшін ұйымдастырылған. Оның адамдар көп жиналатын жерде мойынсұнғыш болатынын білген, ол бірден Мисуктың күйеуімен әтеш төбелесіне қатысуды ұсынды. Мисуктың күйеуі сайып келгенде, ол әлі де әйел деп ойлады. Сондықтан ол үшін бұл көпшіліктің алдында өзін көрсету мүмкіндігі болды. Сондықтан ол қиындықты жеңу үшін орнынан тұрды. Ол әйелін қалай жеңуді білсе де, Мисуктың күйеуі Дохидің жартысы ғана болды. Хиден бірнеше рет бұрын Мисуктың күйеуін мойыны сынғанша ұрып соғып, үйіне мойын таңғышымен оралуға тура келді. Дәрігер Мисуктың күйеуіне алкогольге біраз уақыт қол тигізуге тыйым салды. Мисук күйеуі үшін қатты уайымдаған сияқты, бірақ ол басқа жаққа бұрылғанда,
ол риза болып күлді. Осы уақыт ішінде кек алу тобы проблемаға тап болды. Белгісіз біреу күтпеген жерден Су Гюнге кек алу тобымен бірге отырған суретін жіберді. Олар бірден кафеде жасырын кездесуге келісті. Ешкім ештеңеден күдіктенбегеніне көз жеткізгеннен кейін олар бұл суретті кім түсіргенін талқылады. Олардың әрқайсысы мұны өздерінің жауы ашты деп ойлады. Дегенмен, бұл адам олардың одақтасы болуы да ықтимал еді. Бұл адам Су Джимнің атасы сияқты күшті болған. Топтың жалпы физикалық тексеруі кезінде Су Джим мен оның атасы қайта кездесуге мүмкіндік алды. Атасы бірден Су Джимнің өгей шешесімен жұмыс істеуіне кірісті. Ол қатты таңғалды, бірақ өтірік айтудан жалықпады. Өйткені ол бұл туралы бұрыннан білетін. Су Джим шындықты айтты. Ол әкесінен кек алғысы келді. Бірақ атасы күтпеген жерден Су Джимді қолдағанда таңғалды. Атасы Су Джимға қажет болған жағдайда көмек сұрай алатынын айтты. Бірақ бұл біраз қиын болды. Өйткені Су Джимнің әкесі сәл ақымақ болса да ақымақ еді. Ұлы мен әйелінің бұрынғыдан да жақын болғанын көріп, ол да бір нәрседен күдіктене бастады. Түнде ол күтпеген жерден Су Джим бөлмесіне кіріп, үйдегі жағдайын сұрады. Оның бірдеңеден күдіктене бастағанын көріп, Су Джим тез арада топты мұрагер ету үшін бар күшімді салатынымды айтты. Әкесінің жеңілдеп қалғанын естіп, кетіп қалды. Осы жақтан Дохи ұлымен бірге супермаркетке бара жатқанда, мен Баянаны кездестірдім. Дохиді көрген бұл әйел оны тағы да мазақтай бастады. Бұл әйелдің ұлы да Дохидің ұлын мазақтауға келген. Бірақ Дохи енді жаңа қызметте. Дохи бай анасына еш ойланбастан жауап беріп, ақшасы бар, бірақ ақыл ойы жоқ деп ұрсады. Егер ол осылай өмір сүрсе, оның мұндай бұзылған баласы болуы ғажап емес. Бай ана бас тартпады және Хиге дейін бұл мамандықты сынға алды. Дохи бай анасына Чон Хенің келбеті туралы айтып берді. Бұл оның дірілдеп бұрылуына себеп болды. Бірақ оның артында ешкім жоқ. Алайда бай ана 2 рет алданып, 3-ші рет оған сенбей қалды. Бұл жолы Чон Хе күтпеген жерден пайда болды. Чон Хеді көрген бай ана шошып кетті де, ұлын тез алып кетті. Бай ананың келбетін көрген Дохи мен Чон Хе қатты қуанды. Екеуі де қуана-қуана Мейсук деп ат қойды. Мейсуктың күйеуі бүгін кешке үйге кеш келетінін біліп, олар бірден Мейсуктың үйіне жиналды. Әдеттегідей, Дохи мен Мейсук тамақ әзірлеп жатқанда, Чон Хе үйді аралап, бәрі жақсы ма, жоқ па, соны тексерді. Чон Хе ештеңе істей алмайтындықтан, ол Чон Хеден пияз пісіруді өтінді. Бірақ ол оны жай ғана жуды. Пиязды тазалауды сұрағанда, Чон Хе оны соңғы дәніне дейін аршып алды. Чон Хе ақша жұмсаудан басқа ештеңе істей алмады. Үшеуі стақандарын көтеріп, бір-біріне сенім арта берді. Мейсук күйеуінің ұлының өліміне байланысты зорлық-зомбылық көрсеткенін айтты. Бұл олардың бүкіл отбасының өмірін түбегейлі өзгерткен үлкен сілкініс болды. Бір сыныпта қызы анасын қорғады, бірақ кейінірек ол одан сайын жүрексіз бола бастады. Дохи де жыл бойы балықтың иісін сезетін өмірі туралы әңгімелейді. Өткенге көз жүгіртсек, Дохи оған жетіспейтін жалғыз нәрсе ер адамның махаббаты екенін түсінеді. Чон Хеге келетін болсақ, оның көп ақшасы болумен қатар оның өмірі қайғылы оқиғаларға толы. Олар мас бола бастағанда, үшеуі де жек көретін адамдарына кезек-кезек қарғыс айтты. Олар Мейсуктың күйеуі қайтып келгенше сол жерде отырды. Чон Хе оны көрген бойда, оны бірден бейбақ деп атады. Бұл Мейсуктың күйеуінің құлағына сенбеуіне себеп болды. Дохи Чон Хенің аузын жауып тастады. Бірақ Мейсуктың күйеуі Дохиді бір күн бұрын онымен жарысқан адам ретінде бірден таныды. Күйеуі бірден әйеліне сұрақ қоя бастады. Мейсук олардың ата-аналар қауымдастығы екенін айтты. Сондықтан олар жай ғана сөйлесуге жиналды. Сондықтан күйеуі күдіктенбеді. Мейсуктың күйеуі тіпті Мейсукқа нағыз романтикалық күйеу сияқты бір шоқ гүл сыйлады. Бірақ бұл нәзік табиғат ұзаққа созылмады. Қызының ыңғайсыз екенін білген Мейсуктың күйеуі әлі де үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу үшін қызының мектебіне барды. Ақырында қызы әкесін елемей, оны камера алдында ұятқа қалдырды. Су Джимді де қарсы алуға шақырды. Ол кездейсоқ мектеп директоры мен Мейсуктың күйеуі арасындағы әңгімені естіп қалды. Сондықтан ол бұл оқиғаны кек алушылар тобына айтып берді. Олар ер адамдар бір-біріне пара бергісі келетінін тез түсінді. Бірақ олар жаман жігіттердің қай жерде кездесетінін болжай алмады. Үшеуі кездесуге орын құруды ұйғарды. Осы уақытта Чон Хенің күйеуі Чон Хенің әпкесіне ұлынан тартып алған жерін көрсетті. Ол бұл жолы үлкен жетістікке жететініне сенімді болды. Бірақ Чон Хенің әпкесі оны ешқашан сыйламады. Әпкесі Су Чонға телефон соғып, оған әкесінің тарихын айтып берді. Әрине, Су Чон жерді корпорацияға сатуға үзілді-кесілді қарсы болды. Бұл да әпкесінің қонақтарының қатарында болды. Ол бұл туралы Су Чжунның атасына хабарлады. Оның өзі бұл адамдармен таныс болған. Өйткені бәрі Су Чжунды, оның ішінде атасында өз пайдасына пайдаланғысы келген. Атасы екінші ұлына оның мұрагері болу үшін қолдау көрсеткісі келді. Сондықтан ол үлкен ұлын тақтан тайдыру үшін Су Чжунды пайдаланғысы келді. Чебол әлемі Су Чжунға шынымен сәйкес келмеді. Тіпті оның биологиялық анасы да жақсы болған жоқ. Ақшасы таусылған соң, ол Чон Хеге жүгінді. Түні бойы ойланып болған соң, Чон Хе Су Чонның биологиялық анасымен кездесуге бел буды. Чон Хе оның ұятсыз екенін білді. Бірақ ол бұл әйел Чон Хеді де қорқытады деп ойламады. Мен сенің күйеуіңнің иесі бар екенін баспасөзге хабарлаймын. Чон Хе мұны естігенде күлді. Ол Чон Хе отбасының қаншалықты күшті екенін түсіну үшін тым аңғал болуы мүмкін. Чон Хедің күйеуі тіпті өз баласын тәрбиелеп өсірді.
Бірақ осы уақытқа дейін бірде-бір газет бұл туралы хабарлаған жоқ. Чон Хи, егер қаласаң, бұл жаңалықты таратуға тырысар едің деді. Чон Хи оны Кореядағы ең үлкен екі отбасымен бетпе-бет келуге шақырды. Су Джимнің биологиялық анасы да мұны естігенде шошып кетті. Бұл әдісті қолдана алмағандықтан, ол Джон Хиді күйеуі Чон Химен интимдік суретімен мазақ етудің ұятсыз әдісін таңдады. Джон Хи бірден Су Джимнің анасы болуға шынымен лайық емес екенін айтты. Ол Су Джимнің өзінен туылғанын айтты. Сол кезде Су Джим келіп, оны жоққа шығаратынын айтты. Ол туған анасының қасына отырудың орнына Чон Хиның қасына отыруды жөн көрді. Ол тіпті Чон Хиның анасына телефон соқты. Бұл оның туған анасын қатты ашуландырды. Өйткені Су Джим оны бір күнде анасы ретінде көрмеді. Қай ана баласын тастап, кейін бұрылып, ақшаға сатып жібермекші. Су Джим қайтыс болса да, ол екеуіне де түкке тұрғысыз ұл болып қала береді. Түнде Су Джим туған ата-анасының жиіркенішті суретін әкесіне тастап, оған бұл көріністі енді ешқашан көруге рұқсат бермегені дұрыс екенін айтты. Әкесі Чон Хи енді оның анасы екенін және енді Су Джимді ренжітпейтінін айтып, ұлын тез тыныштандырды. Күйеуінен пара алу жоспарына қайта оралсақ, төртеуміз Чон Хиге әйел болуды үйрету үшін жиналдық. Өйткені олардың жоспары кездесуді тікелей Чон Хиның үйінде өткізу болатын. Сол түні Ми Сук пен оның күйеуі Чон Хиның үйінде болды. Ми Сук пен Чон Хи бір-бірімен ешқашан жақын болмағандай амандасты. Ми Сук тіпті Джонды танымайтындай кейіп танытып, оған До Хиді қолдау үшін далаға шығуға рұқсат берді. Сол кезде мектеп директоры тез келді. Джон Хи мен Ми Сук іште дайындалып жатқанда, До Хи мен Су Чон сыртта Ми Суктың күйеуінің көлігіне кіріп кеткен. Олар кетпекші болды. Бірақ көлік тым заманауи болғандықтан бара алмады. Сондықтан екеуі артқы орындықта күтуді ұйғарды. Кештің іші әлдеқашан басталып кетті. Бірақ бұл тозақ кеші болғандықтан тамақ жеуге жарамсыз болды. Кек алу тобы Чон Хи мен Ми Сукқа екі дәмді тағам дайындады. Бірақ күйеулер тек көздеріне жас алып тамақтана алатын. Олар тамақ ішіп отырып, өздерін күлдіретін. Тамақтанып болған соң, күйеуі қасында отырып, өсек айта бастады. Чон Хи бірден тыңдау үшін шарап әкелемін деген сылтауды қолданды. Бірақ ол жақындаған кезде олар әңгіме тақырыбын тез өзгертті. Алайда, ол әлі де хатшының трубаға бірдеңе салғалы жатқанын естіп үлгерді. Ми Су бұл туралы сырттағы командаға тез арада хабарлады. Шынында да, сол кезде хатшы сөмкесін алып келіп, Ми Суктың күйеуінің көлігінің артқы орындығына отырғызды. До Хи мен Су Чон тыныстарын басып, көліктің ішіне тығылып, хатшының заттарды жүк салғышқа салып жатқан жерін мұқият түсіріп алды. Кеш біткен соң, Ми Сук күйеуін үйіне алып кетті. Ол сондай-ақ До Хи командасының әрекет ету үшін жүк салғышты ашуды да ұмытпады. Ми Сук күйеуін үйіне апарғаннан кейін, күйеуінің шынымен мас болғанын мұқият тексерді. Оның қатты ұйықтап жатқанын көріп, ол үйден шығып кетті. Бірақ күтпеген жерден есіктің ашылған дыбысы күйеуін оятты. Төменде, гаражда До Хи мен Су Джиом қобалжыған күйде сыйлық сөмкесін ашып жатыр. Олар оны абайлап ашып, ішінде денсаулыққа арналған тағамдық қоспалар жинағы ғана бар екенін анықтады. Мұқият тексергеннен кейін олар бұл шын мәнінде денсаулыққа арналған тағамдық қоспалар екенін анықтады. Бүгінгі күн сәтсіз болып көрінді. Бірақ Чжун Хай бәрін алдын ала жоспарлады. Ол еркектерге шарап әкелгенде, оның басы жасырын түрде жазу телефонын мұз шелегіне салып қойды. Ол тазалайын деп жатқанда, мұз шелегіндегі телефон шырылдады. Чжун Хайдың күйеуі мұны бірден байқады. Бақытымызға орай, ол Ми Сук телефонды абайсызда бір шелек суға тастап кетті деп ойлайтындай ақымақ болды. Ми Суктың жағында, ол До Хи екеуі сөйлесіп жатқанда, Ми Суктың күйеуі келді. Бақытымызға орай, көліктің жүк салғышы жабылып қалды. Сондықтан олар күйеуін алдап үлгерді. Келесі күні таңертең кек алушылар тобы осы миссияның орындалмағаны туралы айту үшін қайта жиналды. Бірақ бұл сәтсіздікке байланысты олар басқа мүмкіндікті көрді. Олар Ми Суктың күйеуіне берілген пайдалы қоспаларды бірден қабылдады. Бүкіл топ мас болғаннан кейін есінен танып қалған адамға дәрі жазып беру үшін шөп дәрігерін іздеуге шықты. Шөп дәрігері оларға бірден шөптен жасалған дәрі берді. Соның арқасында адам ақкөңіл болып, жануарларға, көкөністерге ғашық болып, алкогольден қорқуды қойды. Ми Сук бұл сиқырлы дәріні дереу үйіне апарып, орнына тоник қойды. Ми Сук сол күні кешке күйеуіне қабылдау үшін тоник әкелді. Күйеуі ештеңеден бейхабар, оны тез аузына салып, шайнай бастады. Келесі күні таңертең күйеуі таңғы асын ішіп отырғанда, ол кенеттен көкөністердің әдеттегіден дәмдірек екенін байқады. Сол күні кешке жануарлар әлемі бағдарламасын көріп отырып, ол тіпті пингвиннің тағдырына алаңдап жылады. Ми Сук күйеуінің өзгергенін көріп, бұл туралы Джун Хи мен До Хиге қуана хабарлады. Осыдан кейін күйеуі мүлде өзгерді. Ол әріптестерімен кештерге барғанда, ол енді ішімдік ішпейтін болды. Ол сондай ақ қарамағындағыларға вегетариандық болуды және Будданың атын айтуды бұйырды. Өйткені олар жеген сиыр немесе шошқа еті болашақта олардың тағамы болуы мүмкін. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Бір күні Ми Суктың күйеуінің оған қиянат жасағаны үшін оның тағамдық қоспаларын жасырын уландырған әйелі туралы жаңалықтарды көрді. Сондықтан ол бірден әйелі оған беретін тағамдық қоспалар деп күдіктенді. Ол бірден Ми Сукты осыны байқап көруге шақырды. Ми Сук оны аузына салудан, шайнаудан және жұтудан тартынбады. Бірақ бұл оның бәрібір сақ болуын тоқтатпады. Ол оған қалған таблеткаларды тастауды бұйырды. Сондықтан соңғы бірнеше күндегі барлық күш-жігер нәтижесіз болды. Чжун Хи де тактикасын өзгертті. Ол күйеуіне көбірек көңіл бөлді. Бұл күйеуін қатты таңғалдырды. Чжун Хи оған алғаш рет тағамдық қоспаларды жеке сатып алғанда, ол сене алмады. Чжун Хи ана болуды үйреніп қана қойған жоқ. Ол интернетке балалармен қалай қарым-қатынас жасау керектігін білу үшін кірді. Содан кейін Су Чонмен бірге жаттығады. Мысалы,
оның киімін мақтап, алманың қабығын аршып, оның ішінде тұқымы ғана қалса да жеуге болады. До Химен сөйлескен кезде Джон Хе баланы сүю оған тамақ әзірлеу екенін білді. Джон Хе де тамақ әзірлеумен айналысу үшін үйіне қайтты. Бұл оның өмірінде жасаған алғашқы кеспе ыдысы болды. Су Джим оны шыдамсыздықпен ашып, кастрюльдегі үлкен жасыл пиязды көрді, бірақ бәрібір оны қуана қабылдады. Алайда Джон Хе мен Су Джимнің бірге бақытты болғанын көрген Джон Хенің күйеуі күмәндана бастады. Ол бірден екеуінің соңынан еру үшін біреуді жіберді. Келесі күні Джон Хе Су Джимді алып кету үшін мектепке жеке өзі барды. Бұл көріністі Су Джимнің биологиялық анасы кездейсоқ көрген. Сондықтан ол суретке түсіп, оны Джунг Хенің күйеуіне беру үшін хатшыға жіберді. Мұны көрген Джунг Хенің күйеуі әйелі мен ұлының қарым-қатынасы бар деп ойлады. Оның үстіне інісі оны абай болу керек деп ашуландырды. Ақыр соңында 18 жас айырмашылығында мүмкін емес ештеңе жоқ. Бұл Джунг Хенің күйеуін одан сайын күдіктендірді. Түнде ол Джунг Хе мен Су Джимнің жақын сөйлесіп тұрғанын көрді. Бұл оны одан сайын ренжітті. Сонымен қатар Су Джимнің биологиялық анасы да Су Джимнің ағасына қонаққа барды. Бұл адам Джон Хенің күйеуінің інісі болатын. Ал биологиялық ананың мақсаты ақша сұрау болатын. Джон Хе мен Су Джимнің жақындығы туралы айтқаннан кейін бұл хабар атасына тез жетті. Ол осы екі адамды шақырып алып, Джон Хеге қашықтықты сақтауды бұйырды. Джон Хе ұзақ өмір сүрсе де, ол күйеуінің некесіз баласымен кездесіп жүргені туралы ойлайды деп күткен жоқ. Джон Хенің күйеуі інісінің барған сайын бағаланып, арандатылып жатқанын көріп, алкогольге тәуелді болып қалады. Мас болып, Джон Хиді ұлымен бірге көргенде, ол төбелеске кіріседі. Ол осы екі адамнан неге бірге екендіктерін сұрай бастады. Джон Хи оның Су Джонға жақын болғанын қалайтын адам ол екенін, ал енді оның жақындығына ренжіген адам да ол екенін айтты. Ол оның басында не болып жатқанын білмеді. Джон Хи дауласқысы келмеді де бірден бөлмесіне қайтты. Су Джин де әкесін батыл көзқараспен тоқтатудан тартынған жоқ. Келесі күні таңертең базарға бара жатқанда До Хи мектеп директорын ұстап алды. Оның өз мектебінің оқушысы екенін көрген директор оны өзімен бірге алып кету үшін одан балық сұрағысы келді. Күтпеген жерден До Хи ақша сұрап қана қоймай, мүмкіндікті пайдаланып, оны балықпен жағып жіберді. Алайда ол кеткеннен кейін қайтып келіп, Джон Хи мен Мисуды сол жерден тапты. Ол олардың кек алу тобы туралы да естіді. Сондықтан ол үшеуінің артынан жасырынып кетті. Мисук оны айна арқылы тауып алып, бұл туралы Джунг Хи мен До Хиге тез хабарлады. Олар тез арада ештеңе байқамағандай кейіп танытып, қашып кетті. Біраз уақыттан кейін Джон Хи тоқтап, оның ешнәрсе істемегенін және одан аулақ болу керектігін түсінді. Сондықтан үшеуі директорға сұрақ қою үшін қайта оралды. Мұны көргенде ол адасып кеткендей кейіп танытып қашып кетті. Бірақ келесі күні кек алушылар тобына анонимді хат келді. Олардың бар екенін біреу білген. Күдік күйеуіне түсті. Мисканың күйеуі кенеттен қоқыс жәшігіне келіп, сол жерден Мисук әлі құтылмаған қоспалар дүкенінің мекен-жайын тапты. Шындықты білгеннен кейін ол әйелін таңдай бастады. Бақытымызға орай, денсаулыққа арналған тағамдық қоспаның зияны жоқ еді. Бірақ ол әлі де Мисукке оның Джон Хи и До Химен қарым-қатынасын шектеуге кеңес берді. Оның ескертуі орынды болды. Өйткені директор кек алу тобы туралы әңгіме айтып, күйеулеріне сақ болуға кеңес берді. Джунг Хенің күйеуі де әйеліне күдікпен қарап тұрғанын естігенде, мен олай емес екенін түсіндім. Бұтаның айналасында ұрмай-ақ, Джунг Хе күйеуіне алған анонимді хатын бірден көрсетті. Ол бұл одан ба деп сұрады. Оның күдігін болдырмас үшін оны көпшілікке жария еткен дұрыс болар еді. Күйеулер алданып қалуы мүмкін еді. Бірақ директор өте айлакер еді. Мектептегі бақылау камераларын тексергеннен кейін директор оның кешегі асқазанының ауруы кек алу тобынан туындағанына және анонимді хат жіберген өзі екеніне сенімді болды. Кек алу тобындағы 3 адамнан кек алу үшін директор Доханың балық дүкеніне барып, балық сатып алу үшін іші ауырып жатқандай кейіп танытып, оның осы екі әйелмен қарым-қатынасы туралы сұрады. Ол олардың өте жақын екенін айтудан тартынбады. До Хи балық сатып алуға келген адам оны ескірген балықты сатқаны үшін қамауға алу үшін полиция шақырады деп күтпеген. Полиция оның барлық балықтарын тез арада тәркілеп алды. Сонымен қатар Дохадан дүкенді жабуды сұрады. До Хи не істерін білмеді. Сондықтан ол тек Джон Хи мен Мисуға шағымдан алды. Екеуі де мектеп директорының мұны істегенін тез мойындады. Бақытымызға орай, тергеуден кейін полиция ешқандай заң бұзушылық таппады. Сондықтан До Хиге дүкенді қайта ашуға рұқсат етілді. Дегенмен, беделді қалпына келтіру қиын және тұтынушылар дүкенге бойкот жариялай бастады. До Хидің мұңайғанын көрген Мисук пен Джон Хи жай ғана қарап тұра алмады. Олар кеткеннен кейін тұтынушылар балық сатып алуға жинала бастағанын көрді. Джон Хи өтіп бара жатқан адамдарды балық сатып алуға жалдағаны белгілі болды. Бірақ соңында До Хи өтіп бара жатқан адамдардың дөрекі мінез құлқын байқады. Ол Джон Хи мен Мисук үшін мұңайып ашуланды. Ол екеуін де кінәлау үшін қайта шақырды және ол сөйлесіп жатқанда До Хи ұлының мектебінен қоңырау шалды. До Хи бірден мектепке жүгірді. Мектепте бай досы До Хидің ұлын көргенде оны үнемі мазақ ететін. Бұл дос тіпті До Хидің тізе бүгіп, анасы екеуі До Хидің ұлын ашуландыруын өтінген клипін көрсетті. Мұны көрген ұлы ашуын баса алмай, бай досын ұрып жібере жаздады. Кенет оның әпкесі пайда болып, бұл баланы итеріп жіберді. Бірақ бай досының қорқақ болғаны сонша, ол есінен танып қалды. Директордың кабинетінде бір бай ана ренішін білдіріп,
директордан бұл мәселеге байыпты қарауды өтінді. Бірақ қазір ол басқаша. Сондықтан қызының еш жамандық жасамағанына сенімді болған соң, бай анасының бөлмесіне барды. Ол бұл әйелді сотқа берді ме? Оны жиі әділетсіз айыптағаны сонша, ол оған үйреніп қалған. Бірақ бұл оңай болған жоқ. Келесі күні До Хидің қызы мектепке барғанда, барлық оқушылар оған бойкот жариялады. Біреу оның бай баланы тепкілеп жатқан видеосын жариялады. Бұл бұрыс шынымен де жұртшылықтың айыптауына себеп болды. Тілшілер оны тез қоршап алды. Бұл жаңалық тіпті жаңалықтар бюллетеніне де еніп кетті. До Хидің қызының болашағы белгілі болды. Осындай жағдайға тап болған ол бай анасын тауып, қызын аямауын тағы бір рет өтіну үшін мақтанышын бір жаққа тастады. Бірақ бұл әйел бәрібір бас тартпады. Егер солай болса, ол енді оларға тағзым етпес еді. Ол шынымен де үйіне барып, екі баласына бар күш-жігерін салуды бұйырды ма? Олар бірге күреседі. Ол анасының мінезін мұра еткендей, ол тікелей директордың кабинетіне бет алды. Бай анасы Доханың қызына ұрысқаннан кейін ол ешқандай қателік жібермейтінін және шындықты соңына дейін ашуға бел буғанын айтудан тартынбады. Бірақ бай анасы да Доханың қызымен күресу үшін мектеп директорына пара берсе, олар пайда көре ме? Бұл жағдайды көрген Су Джим бәрін сол күйінде қалдыра алмай, Ми Суктың қызына барды. Су Джим бай досының Ми Суктың қызын шынымен жақсы көретінін білді. Су Джим Ми Суктың қызынан көмек сұрағысы келді. Ми Суктың қызы дереу ауруханаға өзінің бай досына қонаққа барды. Оны көргенде ол тез амандасуға отырды. Ми Суктың қызы оның жарақат алғанына сенетінін айтты. Бірақ ол неге сонша сау болып көрінді? Ол бірден тұзаққа түсіп, жақсы екенін айтты. Бұл оның анасы До Хиден өтемақы талап ету үшін ойлап тапқан айласы еді. Ол оның сөздерін көшеде Су Джим жазып алғанын білмеді. Су Джим мұны тез арада Джон Хи тобына жеткізді. Енді оның дәлелі болған соң, До Хидің стилі өзгерді. До Хи бұл бейнені бай анасына көрсетіп, оны қатты қорқытты. Бұл әйел қатты толқып, До Хиден кешірім сұрады. Бірақ До Хи оны қалай оңай жібере алды? До Хи онымен сотта кездесуге келісті. Бай анасы оны тез қуып жетіп, тізе бүгіп, До Хиге оны жіберуін өтінді. До Хи, егер ол кешірім алғысы келсе, сен До Хидің айтқанын істеуің керек деді. Сол күні кешке бай ана күтпеген жерден мектеп директорымен кешкі ас ішіп отырды. Кешкі ас кезінде ол директорды барлық қателіктерін мойындауға мәжбүр ететін сөздер айтты. До Хи мен Су Джим бай анаға арналған барлық жолдарды алыстан басқарды. Әйелдерге есі ауысқан мектеп директоры бәрін бірден айтып берді. Келесі күні таңертең мектепке келе салысымен До Химен кездесті. Кешегі әңгіменің жазбасы оны үрейлендірді. Ол тез арада До Хиден бұл туралы ұмытып кетуін өтінді. Ол До Хидің қызына толық уақытты жұмыс беруге уәде берді. Бұл қызық естілді. Сондықтан До Хи бұл мәселені оның пікірін білу үшін көтерді. До Хидің қызы дереу тәртіптік жиналысқа шақырылды. Мектеп директоры оған жалақысы жоғары тұрақты жұмысқа орналасуды ұсынды. Бірақ қызы келісім шарты үшін өтемақы талап етіп, жұмыстан шығуға рұқсат сұрады. Осыдан кейін ол мақтанышпен жүгін алып, кетіп қалды. Яғни директор тиісті жазаға тартылуы керек еді. Журналистер оны қоршап алып, қылмыстары туралы жауап алды. Ол енді директор болып қала алмады. Өйткені ол жұмысынан айырылды және оған ешкім мән бермеді. Оның ашуланғаны сонша, ол До Хидің үйіне қиындық тудыру үшін келді. Күтпеген жерден ол мұнда бәрінің күлкісіне айналды. Кек алу тобы оны автобус аялдамасының сыртына лақтырып жібергенде, Су Джимнің биологиялық анасы ақша сұрау үшін әпкесі Джон Хиге барды. Әпкесі Джон Хи бұл әйелге қатты менсінбей қарады. Бірақ ол Джон Хиның заңсыз баласымен қарым-қатынаста болғаны туралы хабарды жариялаймын деп қорқытты. Оны бопсалауға болады. Ол ұлын қайтадан сатып жіберді. Джон Хиның әпкесі оған біраз ақша беруге келіскен. Содан кейін Джон Хиның әпкесі Джон Хиның күйеуімен сөйлесуге барып, жанжалға байланысты оны отбасынан қуып шыққанша абай болу керектігін айтты. Бейшара Джон Хи әпкесінің мысқылына шыдауға мәжбүр болды. Оның әпкесі Джон Хиның Су Джиммен түскен суретін лақтырып жіберіп, Джон Хиның не істегеніне қарамастан, ол отбасының беделіне назар аудару керек екенін айтты. Джон Хи бұл қоқыспен ажырасатынын айтты. Бірақ оның таңғаларлығы әпкесі келіспеді. Өйткені оның әпкесі үшін Джон Хидің бұл отбасына кіре алуы қазірдің өзінде бата болды. Сондықтан Джон Хи осы экономикалық неке арқылы қарызын өтеуге мәжбүр болды. Осыдан кейін оның әпкесі Джон Хиді жалғыз қалдырып кетіп қалды. Бұл Джон Хи өзінің жеке басының алдында өзін бірінші рет дәрменсіз сезіну еді. Ол көлікте есінен танып жылай бастады. Джон Хи өзін сауықтыру үшін дереу қоғамдық моншаға барды. Ол өзін жалғыз қалдым деп ойлады. Бірақ көзін ашқанда қазірдің өзінде кек алу тобы болды. Оның хабарламаларына ешкім жауап бермеді. Бірақ олардың барлығы осында келді. Олар рухтарын көтеріп, кек алуды бірге жалғастырды. Ешқашан өзгермейтін бір нәрсе бар: байлардың темпераменті. Әйел күйеуінің сүйіктісі оны ұстап алған кезде сауда орталығындағы заттарды таңдап жатқан. Ұялмай, Су Джим тіпті Джон Химен сөйлесуге келді. Джон Хи де оған сабақ берді. Бұл әйелдің сөмкеге қарап тұрғанын көрген Джон Хи оған саусағын көрсетіп, қызметкерлерге дүкенді түгел жинап, үйіне әкелуді бұйырды. Джон Хи де қызметкерлерге болашақта ешкімге ештеңе сатпауды бұйырды. Содан кейін ол асықпай кетіп қалды. Су Джунның биологиялық анасы ашуланып, қызметкерлер оны дүкеннен қуып жіберді. Бұл жағынан Ми Суктың күйеуі тек министрге үміткер болғысы келді.
Сондықтан ол әйелін Мейсук өскен балалар үйіне сайлау науқанын жүргізу үшін алып келді. Мейсуктың қарсылығына қарамастан, ол әлі күнге дейін журналистерге әйелінің назарын аудару үшін жетім екенін жариялады. Өте өкінішті. Мейсук бұл кісіден жиіркеніп, бетін жуу үшін жуынатын бөлмеге жүгірді. Ол баспанада оған қатыгездік көрсеткен жылдар туралы естеліктерге толы болды. Тастанды бала болғандықтан Мейсук әрқашан кемшіліктер кешеніне ие болды. Баспанадағы адамдар оған оның пайдасыз және әлсіз болғандықтан тастап кеткенін де үйретті. Дәл осы себепті Мейсук бүкіл өмірін шыдамдылықпен өткізді. Осындай күйзелістерден зардап шеккен Мейсук тек енесінің жылауын ғана білетін. Мейсуктың қайын енесі абдырап қалса да, анасы оны әлі де қатты жақсы көретін. Мейсук үйге келгенде, күйеуі оны бәріне кінәлады. Оның мас болғаны сонша, ол заттарды сындыра бастады. Оның қызы тек құлаққаппен отырып жылай алатын. Бұдан былай шыдай алмаған Мейсук күйеуінің жүзі туралы шындықты айту үшін тілшімен кездесуге жазылды. Ол оны балағаттап қана қоймай, жағдайына байланысты ұлының қайтыс болғанын жасырды. Шын мәнінде, бала әкесінің қысымынан өз өмірін қиды. Мейсук оның тілшіні іздегені туралы күйеуіне хабарланады деп күтпеген. Күйеуі үйге келгенде, ол бірден ештеңе білмегендей әрекет етті. Бірнеше күннен кейін бұл хабар тараған кезде, ол ұлының оқудағы қысымынан қайтыс болғаны туралы баспасөз мәслихатын өткізді. Ол жұртшылықты аяу үшін отбасын тағы да сатып жіберді. Чон Хенің күйеуі де сондай дөрекі адам болған. Бай анасы арқылы Чон Хе өзінің барлық мүлкінен айырылғанын білді. Ол бірден күйеуін іздеуге шығып, оның ғимараттарды оған қалай беруге батылы барғанын сұрады. Бірақ ол оның үйінің өз үйімен бірдей екенін ашық айтты және Чон Хеге оның әйелі болуға және дүкенге баруға мойынсыну керек екенін айтты. Бірақ Чон Хе бұл мәселені қалай назардан тыс қалдыра алады? Ол күйеуінің заңмен қанағаттануына жол бере алмады. Келесі күні ол дүрбелеңге түсіп, Джунг Хені іздеуге кетті. Өйткені ол акцияларды күйеуінің інісіне беру үшін тіркелді. Інісінің акциялары болғанша, оның інісі міндетті түрде президенттікке ие болады. Бұл Чен Хайдың күйеуін қатты қорқытты. Ол ғимараттарды дереу оған қайтаратынын айтты. Бұл ғана емес, Чен Хайда үлкен әпкесімен келісім жасады. Егер үлкен әпкесі оған күйеуінен құтылуға көмектессе, Чен Хай отбасындағы бар үлесін үлкен әпкесіне берер еді. Мұны естіген үлкен әпкесі бірте-бірте қызыға бастады. Тосын оқиғалардан кейін күйеулер кек алу тобына назар аудара бастады. Бұл екі адам бірден Дохаға барып, одан не болғанын сұрады. До Хидің қолында балық кесетін пышақты көргенде, екі күйеуі де қатты қорқып кетті. До Хи олардың жай ғана жақын бауырлар екенін айтты. Екі күйеуі де бұл жерде ұзақ тұрудың жақсы еместігін сезіп кетіп қалды. Джунг Хенің күйеуі қобалжып, компанияға қайта жүгірді. Өйткені Су Джунның биологиялық анасы мұнда ақша сұрап келген. Су Джим анасын көріп, оның қолын суырып алғанда ұялып қалды. Су Джим анасы мен баласы бірге өлу керек деп айтуы керек еді. Сондықтан ол қорқып қашып кетті. Чон Хенің күйеуі оның бетін көрсетуге батылы бармады. Төраға да ақымақ ұлына есі ауысқан. Чон Хенің күйеуі тез арада Су Чонның биологиялық анасының заттарын жинауға біреуді жіберіп, оны шетелге кетуге мәжбүр етті. Бірақ ол тез қашып кетті. Кек алу тобының әрекетін, сондай-ақ Чон Хенің әрекетін тоқтату үшін оның күйеуі Чон Хе мен Су Джунды Америкаға жіберуді жоспарлады. Чон Хе күйеуі берген құжаттарды қоқыс жәшігіне лақтырып жіберді. Сонымен бірге онымен некесін бұзды. Ол кезде Су Джунның биологиялық анасы қашып кеткеннен кейін ақшасы қалмаған. Оның мотельге қайта оралып, әр бұрыштан ақша іздеуден басқа амалы қалмады. Күтпеген жерден оны Чон Хиден басқа ешкім таппаған әйел ұстап алды. Чон Хи оған бір сөмке ақша лақтырып, бірдеңе істе деді. Күйеуінің маңызды бір нәрсені талқылап жатқанын көргенде, Мейсук бірден тыңдау үшін тамақ әкелемін деген сылтауды қолданды. Бірақ ол оны сыпайы түрде қуып жіберді. Мейсук бірден бірдеңе дұрыс емес деп күдіктенді. Сондықтан қонақтар кетіп бара жатқанда, ол тазалап жатқандай кейіп танытты. Бірақ іс жүзінде дәлелдер жинады. Бірақ айлакер күйеу әлі де өте сақ болды және Мейсукке бір мүмкіндік қалдырмады. Басқа амалы қалмаған Мейсук іздеуді жалғастыру үшін күйеуінің кеңсесіне барды. Бірақ ол ештеңе істей алмай тұрып, көмекші құжаттарды жойып қойған. Мейсуктың хатшы лақтырып жіберген қоқыс дорбасын табудан басқа амалы қалмады. Ол оны Чон Хе мен До Хиге әкелді. Енді олардың бұл шайқаста жеңіске жетудің жалғыз мүмкіндігі болды. Отырып, әр бетті қайта жинау. Сондықтан үшеуі оны кішкентай қағаздар мен сандарды немесе бас ауруын тудыратын нәрселерді жинау үшін үйіне алып кетті. Мейсу оны ауруханаға апарды, бірақ науқас қайын енесі оны қайтадан жойып жіберді. Кек алушылар тобы үстел үстіндегі үйілген қағаз қалдықтарынан дәрменсіз болып қала жаздады. Бірақ олар өздеріне көмектесе алатын ең қабілетті адам осы беймаза ене болады деп күтпеген. Өкінішке орай, бірнеше күннен кейін қайын енесі кенеттен ауыр халге түсті. Меск алаңдап күйеуіне телефон соқты, бірақ ол сайлауға түсумен әлек болды. Сондықтан ол анасына барудан бас тартты. Меск қайын енесі үшін қатты дұға етті. Бақытымызға орай, оның енесіне қауіп төнген жоқ. Ол асығыс үйіне заттарын жинап, анасына қарау үшін ауруханаға барды. Бірақ теледидардан күйеуі туралы жаңалықтарды көрді. Қызы әкесінің экранда жатқанын көріп, көңілі қалды. Осы кезде Мейсуктың күйеуі үйіне қайтты. Ал қызы әкесіне ұрысу үшін бірінші рет орнынан тұрды. Ол ұлын өлтірген, бірақ оны жақсы көретін. Мейсуктың күйеуі бұл туралы естіп,
қызын әшекейлеп, бірден ұрысып қалды. Қызы әкесінің оны ұруға батылы барды. Өйткені ол да өлгісі келді. Әкесі қызын ұру үшін қолын көтерді. Бірақ Мисук бірден оның қолынан ұстап, шапалақпен ұрды. Бұл оның бірінші рет бас тартуы. Сондай-ақ қызына қол тигізуге рұқсат етілмегендіктен, оның бетінен бірінші рет ұруы болды. Мисук қызына заттарын жинап, үйден кетуін айтты. Келесі күні таңертең Мисук бұл оқиғаны кек алу тобына айтып берді. Барлығы күйеуіне, тіпті күйеуі Чон Хеге де риза болмады. Бұл кісілердің бәрі түкке тұрғысыз еді. Бұл оларды одан сайын ашуландырды. Чон Хе енді жұмсақ емес, бірден жұмысқа кірісті. Ол бұрын соңды бизнеске қызығушылық танытпаса да, акционерлер жиналысына қатысты. Оның жағдайына қарасақ, оның акцияларының қаншалықты үлкен екені белгілі болды. Осы кездесу арқылы Чон Хе күйеуіне үлкен жоба сеніп тапсырылғанын білді. Бұл мүмкіндік туды. Чон Хе бірден оның кестесін қарап шығып, оны кек алу тобымен талқылады. Егер күйеуінің серіктесімен кездесуі болмаса, ол бәрінен айырылады. Күйеуі қонақ үй бөлмесінде жайбарақат отырып, ертеңгі кездесуге бәрін дайындап, сосын төсекке жатты. Осы мүмкіндікті пайдаланып, кек алушылар тобы қонақ үй бөлмесіне жасырын кіріп, өзі дайындаған құжаттарды жыртып алған. Олар оның киімдерін жыртып, заттарын балық соусына батырып жіберді. Олар тіпті оның телефоны мен дабылының құпия сөзін өзгертті. Ол түн ортасында дәретханаға бару үшін оянды, бірақ ешқашан ерекше ештеңе таппады. Нәтижесінде келесі күні таңертең Чон Хидің күйеуі аспанда күн жоғары тұрған кезде көзін ашты. Ол үрейленіп жатқанда телефонның құпия сөзі қол жетімді болмады және әкімшінің телефон желісі өшірілді. Оған киімін алу үшін, құпия сөздің шифрын ашу үшін көп уақыт қажет болды. Бірақ олар балық соусының иісін сезді. Соған қарамастан, ол әлі де серіктесімен кездесу үшін қонақ үйдің фойесіне түсті. Серіктес ашуланып кетіп бара жатқанда, төрағаның оны түсіндіруге және сендіруге тырысқанына қарамастан, әкесі серіктесінің кетуіне тосқауыл қоюға тырысып жатқанда, оның иесі сасық және бақытсыз ұлының кіріп келе жатқанын көрді. Содан кейін күтпеген жерден Су Джимнің биологиялық анасы пайда болып, барлығын Чон Хенің күйеуі қожайынымен ұйықтап, кеш оянды деп ойлады. Сондықтан серіктеспен кездесу сәтсіз деп танылды. Су Джимнің биологиялық анасының келбетін Чон Хе мен Су Джим реттегені белгілі болды. Олардың жоспары толығымен сәтті болды. Бұл сәтсіздікке Чон Хенің әпкесі қосылды. Ол төрағаға ұлына сенім артуға немқұрайлы қарайтынын айтты. Бұл екі отбасы үшін де үлкен шығынға келді. Мүмкін оның отбасы іскерлік қарым-қатынастарын қайта қарауы керек шығар. Оның күйеуі дереу жұмыстан шығарылды. Содан кейін мас болып Чон Хемен төбелесті. Бірақ бастапқыда ол жай ғана қорқақ болған. Сондықтан екі ақ сөйлем айтқаннан кейін Чон Хе оған тойтарыс беріп, оны қуып жіберді. Дәрменсіз ол телефондағы құпия сөзді өзгертуге көмектесуін сұрау үшін Су Джимге барды. Баласының өзіне опасыздық жасағанын біліп, ашуланғаны сонша қолынан ештеңе келмеді. Кімге сенерін білмей, Чон Хе апаға барды. Ол Чон Хе апа оның жағында болады деп ойлады. Бірақ Чон Хидің бұдан да жақсы мәміле жасағанын білмеді. Сондықтан Чон Хе апа оған сәттілік тілеп кетіп қалды. Тіпті Су Джимнің биологиялық анасы Чон Хенің жағында болды. Бүгін Чон Хе Су Джимнің анасын журналистермен кездесуге күйеуінің екі жүзді және менсінбейтін жүзін әшкерелеу үшін алып кетуге келді. Бірақ бәрібір олар бұл әйел сияқты біреуге сенбеуі керек. Су Джимнің анасы Чон Хе күйеуіне көп ақша берген кезде оның жағына бірден шықты. Бірнеше күннен кейін баспасөз оның жылап жатқан видеосын жариялап, Чон Хе ұлын ұрлап кеткенін айтты. Су Джим өзінің биологиялық анасының соншалықты ұятсыз және менсінбейтін екеніне сене алмады. Журналистер Чон Хенің көлігін тез қоршап алды. Олар оның заңсыз күйеуінен неліктен бұлай істегенін сұрау үшін оның үйіне кірді. Ол Чон Хидің бәрін жоғалтып алатынын мақтанышпен айтты. Бірақ ол Чон Хисіз оның өмірі ештеңе болмайтынын ұмытып кеткен шығар. Ол менмендікпен Чон Хиден оны тақтан тайдыратын не бар екенін сұрады. Осы кезде Чон Хиге Мисуктан телефон соғылды. Сондықтан Чон Хи батылдықпен оны тақтан тайдыру үшін не қажет екенін айтты. Ол қайтыс болғанға дейін Мисуктың қайын енесі Мисук әкелген және күйеуінің заңсыз әрекеттері туралы жазылған сандары бар қағаздарды жинап алған болып шықты. Ол кезде Чон Хе мүлде қорықпайтын. Ол отбасылық жиналыс өткізіп, әкесіне осы некесіз күйеуімен ажырасатынын айтты. Бір сыныпта оның әкесі шошып, қатты қарсылық білдірді, бірақ бақытымызға орай әпкесі оны жақтады. Әпкесі Чон Хе олардың корпорациясы осы қайын ағасының кесірінен шығынға ұшырағандықтан бұл некенің болмағаны жақсы болар еді деп айтты. Су Джиманың биологиялық анасы шетелге қашып кетпекші болды. Су Джим оны әуежайда қуып жетіп, оны мойындауға және Чон Хенің кінәсіздігін дәлелдеуге шақырды. Бірақ оның биологиялық анасы бас тартты. Бірақ Су Джим оны анасы деп атағанымен, ол өмірінде бірінші рет оны анасы деп атады. Оны анасы деп атаудан тартынса да, ол бәрібір кетіп қалды. Мисуктың енесі бірнеше күн бұрын қайтыс болды. Мисуктың жүрегі қатты ауырып, анасының портретінің қасында жылап отырды. Оның күйеуі әлі де басшылардың қолдауына ие болу үшін қайғылы нәрсе іздеді. Күйеуі не істерін білмей, есінен танып, оны ұрып тастады. Мисук өлер алдында қайын енесінің сөзін есіне алды. Ол Мисук бақытты болып, жақсы өмір сүру керек деді. Мисук орнынан тұрып, осы қатыгез күйеуінен кетуге шешім қабылдады. Мисук және оның қызы сәтті кек алу күніне дейін Доханың үйіне көшті. Мисук бірден күйеуіне тағылған айыптарды жаза бастады. Осы кезде күйеуі күтпеген жерден телефон соғып, кездескісі келді. Әйелі кеткеннен бері ол өмірінің бір бөлігін сағынғанын түсінді. Күйеуі бірден келіп, әйелі мен баласы үйге оралу үшін нәзік сөздермен өзгеруге уәде берді.
бірақ ол сайлауға қатысудан бас тартты. Мейсук мұны естігенде қасында өзін дәрменсіз сезінді. До Хи мен Чон Хе де Мейсукты қорғауға асықты және Чо Мейсуктың мұндай адамның алдында жұмсаруына жол бермеді. Әйелдері оларды тастап кеткен. Екі күйеуге бірге отырып, бірге ішу ғана қалды. Ертең олардың айтулы күні болады. Бірақ осылай жалғаса берсе, бәрі бекер болады. Сондықтан олар сиқырлы трюктерді лақтыра бастайды. Джон Хенің күйеуі үйге келгенде, ол оған жақсы және кішіпейіл әрекет етеді. Бұл үшін Джон Хе оны жек көреді. Ол оған ештеңе өзгермейтінін, олардың некелерінің аяқталғанын еске салады. Ертең Мейсук пен Джон Хе баспасөз маслихатына дайындалып жатқанда, теледидардан Мейсуктың күйеуі сайлаудан шығып жатқанын көрсетеді. Бірақ бұл оның жақсы ниеті болғандықтан емес, ол жай ғана жұртшылықтың көзайымына айналуға тырысады. Өйткені адамдар оны қолдаса, ол кетсе де қайтып оралуы мүмкін. Күйеулердің тынышталуына жол берме. Джон Хи мен Мейсуктың баспасөз маслихаты бәрібір өтеді. Тілшілер өте аз, бірақ олар әлі де шындықты айтуға тырысады. Мейсук ұлының өліміне қатыгез күйеуінің шамадан тыс қысымы себеп болғаны туралы бүкіл оқиғаны айтып береді. Бірақ репортер зорлық, зомбылықтың дәлелдерін сұрайды. Ал Мейсук ол болмағандықтан дірілдейді. Кенеттен Мейсуктың қызы араша түсіп, анасының айтқанының бәрі рас екенін мойындады. Анасының қарсылық көрсеткенін көрген қызы анасын қорғауға келді. Олар құшақтасып жылай бастады. Чжун Хенің күйеуі де бәрінен айырылды. Су Чиннің биологиялық анасы ақыры есін жиып, сол күні бүкіл сұхбаттың бейне жазбасын Су Геймге жіберді. Джи Хе де күйеуінің сыбайлас жемқорлыққа қатысты дәлелдерін келтірді. Мейсуктың күйеуі үйден шығып бара жатқанда, қасындағылар оған шіріген жұмыртқаларды лақтырып жіберді. Қазір тіпті қасындағылар да оны қолдауды тоқтатты. Көп ұзамай инспектор да оны сыбайлас жемқорлық үшін іздеуге келді. Чон Хенің күйеуі үйіне жүгіріп барып, әйелінен кешірім сұрады. Бірақ кеш болды. Өйткені инспектор оны алып кетуге келді. Ақыры бітті. Су Чжун да өзінің биологиялық анасына ашыла бастады. Мейсук пен оның қызы да бір-бірімен араласып жатты. Мейсуктың қызы әрқашан немқұрайлы болды. Өйткені ол анасының ол үшін азап шеккенін жек көрді. Енді бұл екеуінің өмірі бір-біріне тәуелді болғандықтан бәрі жақсы болады. До Хиге келетін болсақ, оның қазір жақсы көретін адамы бар. Ал ұлы анасына көмектесу үшін әдейі жағдай жасайды. Осының бәрінен кейін Чон Хи қайын атасына барып, олардың қарым-қатынасына байланысты Су Джемді босатуын өтінді. Оны азғыруға және қазық мәртебесіне ұшыратпа. Осының арқасында Су Джем тыныш өмір сүрді. Оның Мейсуктың қызымен қарым-қатынасы достықтан гөрі жақсы дамыған сияқты. Келісімге сәйкес, Чон Хи өз акцияларын әпкесіне берген. Бұл Чон Хе өзінің жеке басын бай отбасынан шыққан қызына қалдырғанын білдіреді. Оның әпкесі Чон Хенің бұл әрекетіне қатты таңғалды. Кетер алдында Чон Хе алғыс хаты мен қоштасу хаты бар бір тілім торт қалдыруды ұмытпады. Әпкесінің күлгенін естіген соң, осы оқиғадан кейін оның әпкесі де Чон Хеді сіңлісі деп санаған болуы мүмкін. Кек алу тобы қайтадан бас қосты. Бүкіл процеске көз жүгіртсек, олардың осы уақытқа дейін жеткеніне сену мүмкін емес еді. Алғашында бір-біріне мүлде сенбесе, қазір бір отбасыдай болып кетті. Енді кек алу біткен соң, әр адамның өз мақсаты болады. Су Чжун университетке түсу емтихандарына дайындалу үшін тауға уақытша аттанады. Мейсук не істейтінін білмейді. До Хи балық сатушы ретінде жұмысын жалғастырады. Чон Хи бүкіл әлем бойынша саяхаттайтын болады. Олар бір-бірімен қоштасып, бір жылдан кейін қайта кездесуге уәде береді. Жыл өте тез өтті. Чон Хи елге мүлдем жаңа кейіпте оралады. Ол бірінші кезекте До Хи мен Мейсукты шақырып, оларға бұл туралы хабарлайды. До Хи жағынан бәрі өте жақсы болды. Оның қызы да көп күш жұмсағаннан кейін мемлекеттік қызмет емтиханын тапсырды. Оның да өте сымбатты жігіті бар. Мейсук пен оның қызы балалар үйінде ерікті болып бірге жұмыс істейді. Олар Чон Хемен қайта кездескенде, кек алушылар тобы оның жаңа келбетіне қатты таңғалады. Төртеуі де кек алу тобының базасына аттанады. Чжун Хе кек алу тобының атын бренд ретінде пайдаланып, Астанада ыстық бұлақ моншасын ашқаны белгілі болды. Чжун Хе тіпті сол жерде жұмыс істеу үшін Су Джунның биологиялық анасын жалдаған. Бұл әйел қазір өз қолымен ақша табуды біледі. Тіпті Су Джунға анасының махаббатын сезіну үшін қалтасынан ақша береді. Кек